Я руководитель общественного объединения детей-инвалидов «Байтерек» Санкаева Мират Булатовна. Ведем работу в одном направлении. Одна цель у нас, одна миссия уже почти 20 лет. Организации, которые предоставляют специальные социальные услуги, они намного отличаются от всех других неправительственных организаций. 1 января 2025 года включили обязательное лицензирование организаций, которые предоставляют услуги для детей-инвалидов и других уязвимых слоев населения. И хотелось бы отметить, что в этом году мы одни из первых, даже быстрее, чем государственные учреждения, получили государственную лицензию на предоставление специальных социальных услуг. Помимо этого, мы имеем и медицинские лицензии на неврологию, педиатрию, ЛФК, массаж и другие виды деятельности. Менің есімім Салтанат болады, қызымның аты Медина, жасы 7 жаста, қойылып тұрған диагнозы ДЦП, гиперкинез, жасы 7-де. Бала 7-ге келсе де әлі өздігінен отырмайды, жүрмейді, еңбектемейді, енді сөйлемейді. Бірақ ақыл есі бәрі дұрыс. Орнында айтқанның барлығын түсінеді, бірақ жеткізе алмайды. Енді осы уақытқа шейін біздер үйде отырған жоқпыз. Көп деген жерлерге бардық, шет елдерге де шығып келдік. Барлық жерден жаңағы естіген емдерімізді алып келіп жатырмыз, операцияда істетіп жатырмыз. Бірақ енді оның барлығы бізде уақытша нәтиже беріп жатыр. Бірақ кішкенеден кейін қайтадан бәрі орнына қайтып келеді қалпына. Бөл ауданынан көшіп келдік, осыдан 1 жыл бұрын болды. Келгеннен осы Байтерек ұжымын таңдадым өзім, осы Байтерек центрін. Сол центрға осы 1 жылдай болды келіп қалғанымызға. 1 жыл болды осы келіп жүргенімізге осы центрға. Келгеннен біздерді жақсы қарсы алды, бүткіл мамандар да, басшылар да, бүткіл көмекті осы жерден береміз деп. Осы келгелі біздің балаларымызға ең қажетті қазіргі кезде күнделікті қажетті ол массаж, күнделікті жаттығу, ЛФК, осындай процедураларды біз осы центрдан үнемі алып тұрамыз. Курстап та аламыз, күнделікті де алып тұрамыз, арасында демалып та тұрамыз. Сол ЛФК массаждан басқа баланың тілін шығару үшін логопед жаттығулар жасайды өзінің. Осы центрға келгелі қызымда көптеген өзгерістері бар. Также хотелось отметить, что мы предоставляем 8 видов социальных услуг для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением психоневрологических патологий. У нас дети тяжелой патологии, которые по состоянию здоровья не могут посещать другие объекты образования или другие объекты социальных учреждений.